адамның өзінің қолынан тапқан, еңбегімен тапқан нәпақасы не болады дейді? Қайырлы болады дейді, адамдардан тілегеннен дейді. Көрдіңіз ба? Тілемшілдік бар ғой, бұл ең жаман қасиет. Пайғамбар салlallahu алейхи қайтарған қасиет. Кәдімгідей қол аяғы балғадай жігіттер тілем тілеп тұрады мына жолда, мына жерде. Болмайды ғой, сен еркектігіңе сын ғой. Көрдіңіз ба? Оның Құдай кедейліктен ешқашан алдырмайды ғой. Өмір бақи солай өтеді тілемшілікпен. Бұл жақсы нәрсе емес бұл. Сау адам тілемші болуға болмайды. Еңбек ет. Анау ағаш сатып, ойбай мен кедеймін деп келген кезде пайғамбар салам балта беріп жіберді, кетті ғой. Ағаш сатып миллионер болып кетті ана кісі. Көрдіңіз ба? Сондай да еңбек етті, не істеді? Алла берекет берді. Жатып ішер жалқау болмау керек. Шариғат бұған жетелемейді, біліп қойыңыздар. Енді қараңыздар, сол пайғамбар салам осы хадисті айтып отыр. Инна набияллахи Дауд дейді. Кана яъкулу мин амали ядихи дейді. Алланың пайғамбары Дауд алейхиссалам өзінің істеген жұмысының табысынан жейтін еді дейді. Қараңыздар.